Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет дәмді сырный су жасайтын боламыз. Олай болса кеттік. Алдымен қазанымызға майымызды құйып, қыздырып, турап қойған тауық етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз қуырылып жатқанда, параллельно біз сәбізімізді, пиязымызды, картоплымызды ашып, турап дайындап аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Етіміз қуырылып дайын болайын деді. Енді сәбізімізді, пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Осылай қуырылып дайын болған соң картоплымызды салып, азырақ 2 минуттай қуырып аламыз. Кішкене қуырып болған соң томат саламыз. Томатымызды да 1-2 минут қуырып аламыз. Томатымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін осы масса батып тұратындай етіп су құямыз. 10-15 минут қайнатамыз. Картошкамыз, сәбізіміз, етіміз піскенше. Піскеннен кейін қайнап шыққан сорпамызға осындай президенттің плавленый сливочный сырын саламыз. Сливочный сырымыз өзі 2 минутта ериді. Міне осылай дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Балаларға да, үлкен кісілерге де қатты ұнайды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.